Достар, біз бүгін Махамбет ауданына қарасты Есбол ауылына келдік. Есбол ауылындағы орта мектепте жас тарихшы Жалғас Таңатып есімді жас тарихшымен бұл ауыл туралы, ауылдың тарих туралы, тыныс-тіршілігі туралы мағлұмат алатын боламыз. Сарай шыққанын бөліп апарып алып келеміз дейді. Енді қазір балдардың зейінін аулау қиын болып кетті. Қазір телефон шықты, смартфон шықты. Бала жалығып келеді, оқудан да жалығып келеді. Не болса да бір зейін ұстап тұру керек. Қызық тұру керек те, қандай варианттар бар. Соның бәрін қараймыз, мүмкіндіктің бәрін пайдаланып. Құрметті достар, біз қазір 1837 жылы Исатай мен Махамбеттің осы жерден мұздан өткен жері Қаражер деген жерге келдік. Осы жерде оқушыларға таныстыру экскурсия жұмыста жүріп жатыр. Яғни осы жерде Исатай Махамбет әскерімен осы жерде жайықтан мұздан өткен. Біздер енді 1836-38-де көтеріліс болды. Көтеріліс болған кезде енді мына Исатай бастаған көтерілісшілер патшаға қарсы қатты соққылар берді жойқын. Кейін өкінішке орай жеңіліс табады. Яғни әлсірейді көтеріліс, бері қарай көшуге тура келеді. Салық бар. Сосын Каспийдің ар жағында Жер проблемасы бар, мәселе сосын. Ең ключевой. уәдесінде тұрған жоқ. Ол да бар, жақсы. Ең маңыздысы бір. Қайнатасы кім еді Жәңгір ханның? Соны таққа отырғызды. Жоқ, кім еді? Каспийдің Қайнатасы. Қарауыл қожа. Естерінде ме? Қарауыл қожаға Исатай мен Қарауыл қожаның арасында бір түсінбестік бар. Жерге талас, яғни Қарауыл қожаға Исатайдың беріш руының жерін беріп қойды. Ол кезде Исатай енді ата не ғой? Ру басшысы ғой. Сөйтіп бері қарай баласы Жәңгір келді. Жәңгір ханның тұсында как раз мына жерде 36-38-де қандай көтеріліс болды? Махамбет пен Исатай бастаған көтеріліс өзені болды. Мына көкпен белгіленген. Қандай аймақ мынау? Мына жерде 1801 жылы қандай орда құрылды? Бөкей ордасы құрылды. Немесе ішкі орда деп атады. 7-ші сендер өттіңдер мына программаны. Бөкей ордасы құрылды. Ал мына жерде неге қызылмен белгілеп қойдым? Жайықтың бойы неге? неде Жәңгір хан, неде Жоқ. шекарасы. Жоқ, мына жайықтың бойы. Жайықтың арғы беті қызарып тұр. Кімдер келді жерге? Казактар келген. Дұрыс. Казактар деген кімдер? Патшаның жазалаушы отрядтары. Мына жерде Орал казактарды мекендеген мына жерде. Кезінде әжелеріміз, аталарымыз айтады, жайықтың арғы бетіне бізді өткізген жоқ казактар деп. Яғни мына жайықтың арғы бетіне шөбі шүйген шұрайлы жерлердің бәрін казактарға бөліп берген. Патшаның істеп отқаны. Ал мына жерде жаңа айтып отқан ішкі орда құрылды. Бұл жерде енді барған екен, мына жерге тақтан не қойылған? Белгі. Бұл белгіде ана көріп тұрған көкті көрдіңіздер ме? Мынау соның суреті алдынан түсірілген. Енді біздер баратын мүмкіндік жоқ. Не болса да енді белгі бетін көрсетейік деп сендерге алып келгенбіз ғой. Так, мына жерде мында жазылған дерек бар. Енді бұл деректі неге қараша жазғанын түсінбедім. Ақыры кішкене қателіктер кеткен бар. Осы жерден Исатай бұл кісілер өтіп кеткеннен кейін бәріміз білеміз, Исатай қай шайқаста қаза болып еді? Ақбұлақ шайқасында қаза болды. 1838 жылы шілденің 12-сінде. Енді ол қалай болды десем, мына Исатай негізі Исатай алданып қалған. Жалған бір деректерге сеніп қалды да 500 өзінің әскерімен жаңағы жазалаушы отрядтарға қарсы шабады. Оларда 3000-ға жуық жазалаушы отрядтар бар, оны білмеді. Содан кейін артынан қуғыншылар келді. Казак әскерлері бар, қасында Баймағамбет Сұлтан бастаған жазалаушы отрядтар артынан келді. Сонда мына рапортында былай жазады екен, мына Орал казак әскерінің атаманы Покатилов дейді. Орынбор әскери губернаторы Перовскийге жазған рапортында, яғни 18 желтоқсан күні жазған. Бет жазады. Қарақшы Тайманов желтоқсанның 12-сінен 13-іне қараған түні сағат 4-те 30 шақты еркек әйелі бар бір топпен жайықтан өтіп қашып кетті. Жауыздарға қатты сақылдаған суық пен ақ боран жәрдемдесіп жатады. Сонда олар артына түскен, бірақ ұстай алмай қалған былайша айтқанда. Сол күні қатты боран болып, бұларға да көмектескен болып тұр енді мұздан өтіп кетуіне. Махамбет пен Исатай бастаған бір топ адам бері қарай өтіп кетуге мәжбүр болды. Себебі арғы жағында уже қыспаққа ұшырап қалды, жаңа кішкене көтеріліс жеңіліске ұшырап, бері қарай өтіп кіші жүзді көтеріліске шақыруға
шақырам деген оймен бері қарай өтіп келеді. Енді бұл жерде мына арғы бетте көрсеңдер көк не тұр тақта. Көрініп тұр ма сендерге? Қазір мында менде сурет те бар, көрсетермін. Енді бұл таңғы сағат 4. Мына жер Қаражар деп аталады негізі. Мына жерде Махамбеттің музейінде негізінде сурет бар. Енді сурет барлықтың мүмкіндігі жоқ. Мынадан қарасаңдар болады. Таңғы сағат 4 деп келеді енді. Қаражар деген картинка авторын енді жазбаған екен. Мына жерде байқасаңыздар, мына мұздың үстіне тері төсеп қарумен жүрген ер адамдарды көруге міне. Осылай біздің бабаларымыз бергі бетке өтіп кетуге мәжбүр болған. Көрдіңдер ме? Қойылған арғы бетте. Енді бергі бетте белгі жоқ. Бұл жерде енді 1937 жыл. Енді кейбір деректерде қарашада деп келеді. Ал бірақ мына архивте зерттелген деректер бойынша желтоқсанда дейді. Желтоқсанның 12-сінен 13-іне қараған түні мына жерден өтіп кеткен мұздар. Бері қарай өтіп кетуге мәжбүр болды. Себебі ана жақта қыспақта қалып қойды былайша айтқанда. Енді Махамбеттің өзіне тоқталсақ, мына жерде біздің ауданымыз Махамбет деп аталады ғой. Бабамыз, батыр бабамыз. Махамбеттің өзі мына негізі Жәңгір ханның баласы, Жәңгір ханның досы болған. Баласы Зұлқарнайынның былайша айтқанда несі болған, наставник, ұстазы сияқты болған. Жәңгір ханның баласы. Орындарды жоспарлап қойған болатын. Соның ішінде мына жердегі мына Қаражар деген жерден, яғни кезінде 1837 жылы Махамбет пен Исатайдың бастаған бір топтың мұз үстінен өткен жері бар. Ол да бір біз үшін тарихи орын енді. Мына арғы бетінде белгі қойылғанда, бергі бетінде көп белгі жоқ. Одан соң тоғайдың іші кішкене кіру мүмкіндігі қиындау. Енді оқушылар көрмегесін, оқушыларға бұл тарихи орынды көрсін, білсін, танысын, батыр бабаларының өткен жерлерін көрсін деген мақсатта алып келген болатынбыз. Оқушылар қалай әсер беріп отыр? Әрине, оқушылар енді тарихқа қызығады ғой. Өздерінің кітаптан оқыған, білген, үйренген нәрселерін көзбен көру, ол енді бәрі басқаша сезім деп ойлаймын. Оқушылар мәз.